Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жасуша, жасушаның құрылымы. Жасуша дегеніміз не? Жасуша дегеніміз тірі ағзалардың құрылымдық және қызметтік бірлігі. Балалар, барлық тірі ағзалар жасушадан құралады, тек қана вирустардан басқа. Вирустар жасушасы жоқ тіршілік иесі. 1665 жылы ағылшын ғалымы Роберт Гук ағаш қабықшасын зерттеп, өзінің жасаған микроскоп арқылы жасушаны алғашқы рет көреді. Осылай ғылымға жасуша клетка деген термин енгізіледі. Жасушаны зерттейтін ғылым цитология деп аталады. Грекше цитос, жасуша, логия, ғылым деген мағына береді. Цитология жасуша туралы ғылым. Жасуша негізгі 3 бөліктен тұрады. Бірінші жасушаның қабықшасы. Жасуша қабықшасы. Жасуша қабықшасы жасушаны оқшаулап тұрады. Жасушаны қорғап тұрады. Және жасуша мен сыртқы орта арасында үнемі зат алмасу жүреді. Жасушаның екінші бөлігі цитоплазма деп аталады. Цитоплазма жасушаның ішкі ортасы. Цитос жасуша, грекше плазма деген сұйықтық деген мағына береді. Цитоплазманың негізгі қызметі жасушаның органоидтарын байланыстырады. Цитоплазмада әртүрлі жасуша органоидтар орналасады. Зат алмасуды реттейді. Жасушаға пішім беріп тұрады. Жасушаның үшінші бөлігі ядро деп аталады. Кейбір жасушаларда ядро болмайды. Ондай жасушаларды прокариоттар деп атайды. Ядросыз ағзалар прокариоттар деп аталады, ядросыздар. Прокариоттарға бактериялар мен цианобактериялар жатады. Цианобактерияларды кейде көк-жасыл балдырлар деп атаймыз. Ядросы бар ағзалар эукариоттар деп аталады. Эукариоттарға саңырауқұлақтар, өсімдіктер және жануарлар жатады. Ядроның негізгі қызметі ядрода тұқымқуалау ақпарат сақталады. Ядро көбеюге қатысады. Ядрода кейбір органикалық заттар синтезделеді. Мысалға, тасымалдаушы РНК, ақпараттық РНК, тағы да басқа заттар ядрода синтезделеді. Тірі ағзалар жасушадан құралады. Жасушалар ұлпаны құрайды. Ұлпалар бірігіп, мүшелерді құрайды. Мүшелер жүйесінен тұрады. Мүшелер жүйесі тұтас ағзаны құрайды. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта біз жасуша және оның құрылымымен таныстық. Жасуша негізгі 3 бөліктен тұрады. Жасуша қабықшасы, жасуша цитоплазмасы және жасушаның ядросы. Бізге жазылып, қоңырауды басудан ұстаңыздар. Сау болыңыздар.